Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоның соңына дейін міндетті түрде көреміз. Менің каналыма тіркелмеген жандар міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Бүгін сіздермен бірге тез дайындалатын өте дәмді шелпекті пісіретін боламыз. Ол үшін бізге жылы сүт, жылы айран, тұз, шекер, кішкене ғана сода, ұн, жылы су және күнбағыс майы қажет болады. Ең біріншіден ұнның үстіне біз жылы сүт, айран, тұз, қант және содамызды қосып, жақсылап араластырып, ұнның үстіне құямыз. Кішкене араластырып, оның үстіне жылы суымызды құйып, қамыр илейміз. Соңына қарай күнбағыс майымызды қосамыз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Қамырларыңызды жақсылап илеңіздер. Біркелкі болу керек. Қамырларыңыз арасында ешқандай түйіршіктер қалып кетпеуі қажет. Осылай жақсылап илеп жібересіздер қамырды. Иі қанғанша бетін жауып қойып қоясыздар, шамамен 20-30 минуттай. Енді дайын болған қамырдың үстіне қолдарыңызға кішкене жабысатын болса, оны сеуіп жіберіп, тағы да бір илейсіздер. Содан соң дөңгелектеп осылай осындай сүлгінің үстіне қойып шығамыз барлығын. Мен сіздерге түсінікті болу үшін таразыға тартып көрсеттім. Әрқайсысын 60 граммнан өлшедім. Сонда мен теңдей бөлген кезде менде 9 дана шелпек шықты. Енді осы дайын болған қамырды бетін жауып қоямыз, тағы да 5-10 минутқа. Енді ұнын сеуіп жіберіп, осылай жақсылап дөңгелектеп қолымызбен домалақ етіп жайып шығамыз. Егер сіздерге жұқа қамыр ұнамаса, онда кішкене қалыңдау қылып жайсаңыздар болады. Мен өте жұқа етіп жайдым. Жұқа қылып жайсам да менің шелпектерім өте дәмді және жұмсақ болды. Міне әрқайсысын осылай жайып шығасыздар. Өте тез дайындалатын шелпек жасап көріңіздер. Бірақ соданы көп қоспайсыздар. Тек шай қасықтың ұшымен ғана 4-тен 1 бөлігін қосасыздар. 1 шай қасықтың. Себебі көбірек қосып жіберетін болсаңыздар, ол шелпектен соданың дәмі шығып тұрады. Сол себептен азырақ қосыңыздар. Барлығын осылай, шелпектеріміздің барлығын қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Тез пісіресіздер, себебі бұл тез пісірмесеңіздер қытырлақ болып қалады. Және майды өзіне тез сіңіріп алады шелпектеріміз. Сол себептен осылай екі бетін тез пісіріп аласыздар, қатты отта. Арасына осындай салфетка төсеп, салфеткаға майды сіңіріп аласыздар. Міне біздің шелпектеріміз пісіп дайын болды. Өте жұмсақ, өте дәмді. Шаймен жасағанға тез дайындалатын шелпек. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Қарап отырсаңыздар, өте нәзік, өте дәмді, міне өте жұмсақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Сіздермен болған Ақбота Садыкова. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеомда мен бризольдің қалай жасалу керектігін көрсететін боламын. Міндетті түрде күтіңіздер.